Сәлем достар, арнама қош келіпсіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен осындай сырный лепешка дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 200 мл жылы сүтімізді құйып аламыз. Үстінен 1 жұмыртқа, 2 ас қасық өсімдік майы, 1 ас қасық құмшекер және 1 шай қасыққа толтырмай тұз қосамыз. Тұз бен құмшекер араласқанға дейін жақсылап араластырып жібереміз. Үстінен 1 шай қасық құрғақ дрожжи қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Дрожжымызды ертіп аламыз және үстінен ұнды елеп саламыз. Ұн шамамен менде 400-450 грамм ұн кетті. Бірінші сұрыптағы ұнды істеттім. Жақсылап осылай араластырып, ұнды аз-аздан салып барыңыздар. Ұнды аз-аздан салсаңыздар, қамырдарыңыз осындай жұмсақ иленеді. Мінекей қамырымыз осындай жұмсақтау иленеді. Өте жұмсақ болады, бірақ қолға жабыспайды. Үстінен стрейч пленка немесе целлофан пакет жауып, 2 сағатқа жылы жерге тындыруға алып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанға дейін начинкасын дайындаймыз. 300 грамм осындай жұмсақ сырдың үстінде, менде моцарелла сырын осындай үкіштен өткізіп алдым. Үстінен тәтті бұрыш, көк пияз, укроп және азырақ күнжіт салып, жақсылап араластырамыз. Және осы начинкамыздан 3-тен 1 бөлігіні бөлек алып қоямыз тарелкаға. 2 бөлігіні осындай легеннің үстіне қалдырдым. Мінекей осылай 2 сағат өткен соң қамырымыз осындай әдемі болып көтерілді. Дәл осындай бір жуалы етіп аламыз және қолмен жая бастаймыз. Қолмен осындай форма беріп болған соң, аздап үстінен оқтаумен жайып жібереміз. Және оқтаумен жайып болған соң, тура ортасына 2 бөлік қалған осындай начинкамызды салып аламыз. Қолмен жақсылап жабыстырамыз, начинкамыз шығып кетпейтіндей етіп, осындай домалақтатып, жақсылап осылай жабыстырып болып, кейіннен қолмен форма беріп жаямыз. Қолмен жайып алған нанымызды листтің үстіне міндетті түрде пергамент төсеп, үстінен осындай нанымызды жайып аламыз. Қолмен жақсылап жайып жібереміз. Ортасы қалың болып қалмауға қажет, және үстінен жұмыртқаның сарысыны жағып шығамыз. Бөлек алып қойған начинкамызды осындай нанымыздың үстіне әдемілеп жайып шығамыз. Және үстінен аздаған күнжіт сеуіп шығамыз. Қызып тұрған газ пешінде 180 градуста 30 минут шамасында пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіздің пештеріңізде қараңыздар. Газ пеші болғандықтан алдымен астына отын беріп 20 минут пісіріп, кейіннен үстінен 10 минут отын беріп пісіріп алдым. Мінекей осындай өте дәмді, өте осындай пайдалы, өте әдемі нанымыз дайын. Қазір араларын осылай кесіп көрсетемін сіздерге. Астында оты жоғары болмаса, аралары өте әдемі болып піседі. Өте жұмсақ, үлпілдек, өте дәмді, тәбеті ашарлы осындай нан болып шығады. Мінекей нанымыз осындай кесілген түрі, аралары өте жақсы піскен, өте жұмсақ. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте пайдалы және дәмді және өте тез дайындалады. Ас болсын, сіздермен бірге болған Диана. Кейінгі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар.